Сәлеметсіздер ме, қымбатты экран алдындағы көрермендер. Жеңіс күнінің 75 жылдығына орай сіздерді Бауыржан Момышұлының өмірімен және шығармашылығымен таныстырғым келеді. Бауыржан Момышұлы әскери қайраткер, қаһарман қолбасшы, көрнекті жазушы, Кеңес одағының батыры. 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданының Көлбастау ауылында дүниеге келген. Бауыржан 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін мұғалім болған. Туған ауылына қайтып оралған соң, ол біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істеген. Содан қайтадан Қызыл армия қатарына шақырылып, түрлі әскери бөлімдерде взвод, рота командирі болады. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда генерал-майор Иван Васильевич Панфиловтың басшылығымен жасақталған 316 атқыштар дивизияның құрамына батальон командирі болып қан майданға кіреді. Ол 200-дей ұрысқа қатысып, 1941-1945 жылдары майданды бастан аяқ кешіп өтті. Отан соғысында дивизия басқарған жалғыз қазақ батыры. Батыр жөнінде дер кезінде жазушы Александр Бек «Арпалыс, Волоколамское шоссе» атты кітап жазып, ержүрек командирдің даңқы әлемге жайылады. Бауыржан Момышұлы қазақ әдебиетіндегі әскери проза жанрының негізін қалаушы. Соғыстан кейін Бауыржан Момышұлы Совет армиясы бас штабының жоғары әскери академиясын бітіреді. 1956 жылы полковник атағымен отставкаға шыққан Бауыржан ағай бір жола шығармашылық жұмыспен айналысады. Ол қазақ және орыс тілдерінде бірдей жазып, өз өмірінде көрген-білгендерін арқау етеді. Оның қаламынан туған өмір шындығын арқау еткен тамаша романы мен әңгіме, повестері қалың оқырманның іздеп оқитын шығармаларына айналады. Олар бірнеше қайтара басылып шығады. Бауыржан Момышұлы бірнеше орден, медальдермен наградталады. Кеңес одағының батыры атағын алады. Алайда халықтың өзі батырым деп танып, ардақтаған қаһарман ұлына бұл атақ Отан соғысы біткеннен кейін жарты ғасырдай уақыт өткенде барып берілген болатын. Ел тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен оған халық қаһарманы деген атақ беріледі. Сіздерді Бауыржан Момышұлының 1930 жылдан бастап өмірінің аяғына дейін жазылған хаттар, мақалалар жинағымен таныстырғым келеді. Бұл жинақтардың ішінен Бауыржан Момышұлының өкімет басшыларына, әскери әріптестеріне, қаламдастарына, сондай-ақ ағайын туысына, жақын дос жарандарымен жазысқан хаттарымен танысып тамашалауыңызға болады.